Сәлем қыздар. Бүгін сіздерге пеште пісетін фин блинчигінің керемет тәсілін көрсетемін. Өте жұмсақ, нәзік, әрі дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен термомикске 400 грамм сүт құямыз. Үстіне 20 грамм сармай қосып, 2 минут 70 градуста скорость 2-мен ерітіп аламыз. Енді 2 шай қасық қант, қасық ұшымен тұз, 1 шай қасық разрыхитель, 120 грамм ұн, 2 жұмыртқа қосамыз. Барлығын термомиксте 20 секунд скорость 4-пен араластырамыз. Дайын болған массаны противенге құйып, алдын ала қыздырылған 200 градустық пеште 15 минутқа жібереміз. Блинчик дайын болған соң аздап суытып аламыз. Қағазынан ажыратып, теріс айналдырамыз. Бетіне крем жағамыз. Ортасына кез келген варенье салуға болады. Ал мен алмұрт вареньесін салдым. Енді әдемілеп рулет қылып ораймыз. Рулетімізді кесіп, әдемілеп тарелкеге саламыз. Үстіне сахарный пудра сеуіп, тарелкеге әдемілеп ұсынамыз. Мен мандаринмен безендірдім. Ал сіздер қалауыңызша кез келген жеміспен әдемілей аласыздар. Ас болсын, сақтап қойып, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің парақшама жазылып, лайк басыңыздар. Рахмет.